этот шум против Китая, это тоже подпускается извне, третьей силой, чтобы нас рассорить с Китаем. Найзаға түйрейтін кез алды да. Мен аямаймын. 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 Көз қолыммен сол ұлт мүддесін сатқандарды нетсем де, кірпігімді қақпаймын. Менің жүрегім мақтадан жұмсақ еді, ұлпадан жұмсақ еді. Қазір тастан қатты болды. Бірақ ұлтымды ойласам, әлі де елжірейін, әлі де көзіме жас келеді. Алтын таудың үстінде отырып, аш-жалаңаш отырған, қызы жезөкше болып тентіреп кеткен, ұлы құл болып, қаңғып қара жұмыс істеп кеткен, үрерге иті сығарға биті жоқ, мынау қымбатшылықта қысылып, не дәрі алатын ақшасы жоқ, ауру, сырқау, жан-жағынан қысып, үй жоқ, күй жоқ, кредитке байланып, қылмысты болып, сотталып, істі болып, мына ел тозып, 30 жылда 1 миллионға жан саны өспей, 30 жылда өспей, міне неге өспейді, жоқшылықтан өспейді, тентіреп кеткен халқымды көріп, менің жүрегім тасып болады. Қазақ, азат бол, орныңнан тұр. Қазақ халқын шын мәніндегі азаттыққа жеткізу үшін күресеміз. Бұл майдан жан алып жан беретін майдан. Аман болайық. Кешегі Баһадүр батыр бабаларымыздың ізін жалғау керекпіз. Олар да біз сияқты екі қол екі аяғы бар, бір басы бар адам. Біз олар істегенде біз де істей аламыз. Хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқырсың деп айтқан Махамбетті біз қайталай аламыз. Миллиардтар Еуропа мен Америкада тұр, миллиардтар тұр. Ұрдаған, жырдаған ақшасын битіп тықты. Америка Еуропаның қолында тұр оны. Өткенде ана бір америкалық фирмаға тиісіп қойып еді, қазақтарды тура жетекесін көзіне көрсетіп тұрып, ақшадары мұздатып, ең соңында америкалық компанияның талабын орындатқан кезде біздің ұлы тұлғалар жерге тізелеп тұрып, аңырап тұрып, америкалықтардың табанын бірдеңкесін жалап жүріп, мәселені шешті ғой. Америка жетекесін танытады. Сол кезде Қазақстан өкіметіне талап қойылады. Осындай құймен ұрайды, адамдық құқық активистін, Қытайға қарсы шапқан, Қытайда қорлық көрген адам тақырып көтеруші, бірінші көтеруші, бүкіл әлемге лагер туралы бірінші ақпарат беруші, бірінші адамдарды ұйымдастырушы, бірінші лагердің тірі куәгерлерін құтқарушы, осы азаматқа жала жапқан Қазақстан Республикасының азаматтары. Ол кезде оның тұлғалығы бір тиын. Маған десе деп министр болды. Сіз осы азаматтарды халықаралық сотқа жіберіңіздер дейді. Бітті. Қазақстан үкіметі халықаралық Интерполдың алдында алған міндеттемесі бойынша алады да сол кісілердің қолына кісенің темірін салып тұрып, қол аяғын кісендеп, кешіріңіздер енді дейді. Ал сосын барып, анау халықаралық сотта мені КМБ бүйтіп еді, КГБ бүйтіп еді, НКВД бүйтіп еді деп маңқадарың ағып жылайсыңдар. Ал мен сөйтіп халықаралық сотта қазақтарды шетінен қойша айдап, маңыратып, жылатып, ойбай, ана жақта бүкіл қазақ жерлесі бар, руласы бар, тайпаласы бар, құдасы бар, жегжаты бар, сабақтасы бар, ана депутат болып, ана консул болып, елші болып тұрған кездегі НКВД, КГБ-ның жаңағы ромкелесі бар, жаңағы бажалары бар, дамбал бажалары бар, жаңағы қалың туыс туғаны бар ғой жаңағы. Енді солардың барлығы аңырайды ғой, ай тұлғамызды соттатып мына қазақ дейді ғой. Мынау Қытайдан келген қазақ біздің ұлы тұлғамызды мына ап деп күнді шығарып, хап деп жатқызып отырған мынандай тұлғаны, ойпыр-ай, енді өстіп соттатқалы жатыр дейді ғой. Соттатам. Ендеше жаңағы мен ертең сотқа тартқанда қалың араша түсіп аңырайтындар. Анау ашық хатқа қол қойғандар, арыз жазғандар, былтыр тұп-тура осы ай, осы күнде міне 365 күн бұрын мені тағы сотқа бергендер, анау интеллигент зиялы, анау көшедегі далбақбайыңа дейін. Ойланыңдар, мен сендерге бір жарты жыл ма, бір жыл уақыт берем. Мен Америка мен Еуропада аяғымды тіреп алайын, тамырымды тартып алайын, шаруамды ыңғайлап алайын, оғанға дейін азаттыққа бересің ба, жасалашқа бересің ба, жоқ шетелдің медиасына аудармашы етіп барып,
шетелдің медиаларының агенттер, журналисттер тұр ғой, беріп Серікжаннан кешірім сұраймын дейсің ба? Тұтас Қытайда қорлық көрген 3 миллион қазақтан кешірім сұраймын дейсің ба? Ашық кешірімдеріңді сұрап жарияласаңдар, Алланың атымен айтам, кешірем. Алланың атымен айтам, кешірем. Шексіз құдірет иесі, күллі әлемді жаратқан жалғыз ғана жаратушының атымен уәде қылам, кешірем. Ол мүмкін жарым жыл, мүмкін 1 жыл, білмеймін. Бірақ оғынға дейін өстіп өтірік жынды болып, өтірік алжып, арыз жаздым деп тақтала алмай, жазбадым деп тақтала алмай отырсың ба? Болды. Халықаралық сотта айтарсың. Мыңқылдайсың ба, міңгірлейсің ба, мылқау болып тіліңді шайнап алсаң, қолыңмен жазғызтамыз. Сөйтіп дәлелдетеміз. Сонда көресің. Ақыры мен 7 жылға сотталдым. Нақақ сотталдым. Ендеше халықаралық сотта кездесейік. Елдер ұрыларды соттатады. Елдің бәрі ұрылар сотталады. Ұрыларды соттаса елдер қалыпты деп ойлайды. Ал мен ұлыларды соттатам. Қазақ оянатын кезін келді. Сәбеттен қалған, ұлтын сатып, сахнаға шыққан, ұлттық мүддесін сатып, пиаршы, айғайшы болып, даңғазашы болып, жаңа күркіреген нажағайы бар, бірақ жауған жаңбыр жоқ, сол интеллигент ұлы тұлғаларыңды мен соттатам. Мен оларды танымайтын едім. Мен оларды білмейтін едім. Мен оларды ұлы деп те білмейтін едім. Егер олар маған өздері келіп қақтықпағанда, мен өмір оларды көрмейтін дедім. Бірақ мен оларды сот залында көрдім. Мен сотта өмір мен өлім, еркіндік пен қорлық, еркіндік пен құлдықтың нақ айқасқан майданда, әділет пен ғадауаттың айқасқан майданда жаңағы аталмыш ұлы тұлғаларың маған жала жапты. Жала жапты. Егер ойбай ол ұлы тұлға еді, ақын еді, әулие еді, сол үшін кешір десең, онда қолыңды жай батамды берейін. Бата қарғыс емес, Бекболатский қарғыс емес, мен қарғамайым. Сенің де жалғыз ұлыңды, жалғыз немереңді сондай бір ұлы тұлға 10 жылға соттатсын. Сол кезде сен кешір. Лайк басып берсеңдер, 525 қазақ көріп отыр екенсіздер ғой. Лайк баспағандар киембишник деп айтамыз, КГБшник деп айтамыз. Нұр отаншы, немесе Қытайдың шпиондары деп айтамыз. Лайк басыңдар, саусақтарыңа Құдай береке берсін. Ал жақсы, мынау маған 2020-да жабылған жаланың 1 жылдығына байланысты менің айтатын сәлемім осы. Басқа сәлем жоқ. Ол 2019-дағы сот ол бөлек. Мен елдер ойлайды, ол не қылған, сот бітпейтін. 2019-да бір арыз болды, ода мен ұсталдым, сотталдым, жарым жыл түрмеде отырдым, үйқамақта отырдым. Бәленбай мәрте 10 ба, 15 мәрте сот болды, ақ-көк. 2019 жаңағы августтың 15-інде, 16-сында сот залынан босап шықтым. Сосын 2020-да январдың 1 күні шықтым. Жаңағы жұмысқа кірістім. Содан тағы арыз жазды ғой, 2 бөлек сұмырайлар жазды. Аналар 10 000 адам қолын жейді. Мынау менің айтып отырғаным 2-ші мәртесі.